Қазақстанда барлық сатыдағы судьялар лауазымына іріктеу конкурстық негізде жүргізіледі. Конкурстық іріктеу рәсімі кезең-кезеңімен жетілдіріліп келеді және бүгінде бұл кандидаттарды бағалаудың көп сатылы және кезең-кезеңімен өткізілетін жүйе. Конкурс бойынша ауыстырылатын лауазымдар бұл аудандық және облыстық соттардың судьялары, облыстық сот алқаларының төрағалары, кассациялық соттар мен жоғарғы соттың судьялары. Конкурсқа қатысуға жоғары сот кеңесінде біліктілік емтиханын сәтті тапсырған, сот төрелігі академиясының түлектері, жүйе ішінде ауысқысы келетін жұмыс істеп жүрген судьялар, бұрын судья лауазымында болған тұлғалар, судья лауазымында кемінде 5 жыл еңбек өтілі бар және жұмыстан босатылғанына 4 жылдан аспаған тұлғалар құқылы. Судьялық лауазымдарға үміткерлер конкурстық іріктеудің міндетті 8 кезеңінен өтеді. Бірінші кезең кеңестің ведомстволық сайтында және әлеуметтік желілерде конкурс туралы хабарландырылу жарияланады. Конкурсқа қатысуға ниет білдірушілер кеңеске қажетті құжаттарды жіберуі тиіс. Құжаттар тізімімен кеңес сайтында толығырақ танысуға болады. Ол үшін кеңестің әлеуметтік желілеріндегі парақшаларына жазылуды ұсынамыз. Екінші кезең аппарат қызметкерлері кандидаттардың құжаттарын заңнамада белгіленген талаптарға сәйкестігін тексереді. Конкурсқа жіберілген тұлғалардың тізімі кеңестің интернет-ресурсында орналастырылады. Кандидат қойылған талаптарға сәйкес келмеген жағдайда құжаттар оған бас тарту себептерін көрсете отырып қайтарылады. Үшінші маңызды кезең комиссия мүшелерінің кешенді бағалауы, оның барысында кандидаттар туралы цифрландыруға жатпайтын мәліметтер зерделенеді. Мысалы, сот төрелігін жүзеге асыру сапасы, әкімшілік жауапкершілікке тарту, орындалмаған салық, алимент және өзге де міндеттемелер туралы мәліметтер. Сондай-ақ басқа да назар аударылық мән-жайлар. Төртінші кезең компьютерлік жүйемен берілген ұпайларға сүйене отырып, үміткерлерді белгіленген критерийлер бойынша автоматты түрде бағалайтын цифрланған критерийлер бойынша бағалау. Бұндай критерийлерге білім деңгейі, ғылыми дәрежесінің болуы, судьялық өтілі немесе заң мамандығы бойынша өтілі, біліктілік емтиханын тапсыру нәтижесі немесе сот төрелігін іске асыру сапасы, сондай-ақ автоматтандырылған өңдеуге болатын өзге де көрсеткіштер жатады. Ұпай беру және есептеу қатаң түрде кеңестің 2016 жылғы 17 ақпандағы шешімімен бекітілген регламентке сәйкес жүзеге асырылады. Бесінші кезеңде судьялыққа кандидаттарға қатысты жұртшылықтың пікірі зерделенеді. Бұл үміткерлер туралы ақпараттың болуына әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдары мониторинг жүргізу. Бұл кеңестің ведомстволық сайтының арнайы бөліміне жіберілген әрбір кандидат туралы азаматтардың пікірлері, сондай-ақ үміткерлер сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасау процесіне тарту, қылмыстық кірістерді жылыстатуға, есірткі бизнесіне, заңсыз құмар ойындарға, цифрлық активтер мен жалған өнім айналымына, сондай-ақ өзге де құқыққа қайшы әрекеттерге қатысу тұрғысынан тексеріледі. Жұмыс істеп жүрген судья болып табылмайтын кандидаттар 6-шы кезеңнен өтуі тиіс. Бұл конкурстық іріктеу жөніндегі комиссиясы мен құзыреттер бойынша сұхбат. Оның құрамына жоғары сот кеңесінің мүшелері, судьялар, бас прокуратура, адвокатура өкілдері, заң қоғамдастығының өкілдері, сондай-ақ HR менеджмент саласындағы сарапшылар кіреді. Сұхбат онлайн форматта да жүргізілуі мүмкін, оның нәтижелері 3 жылға дейін жарамды. Бағалау аяқталғаннан кейін конкурстық іріктеу жөніндегі комиссияның отырысы өткізіледі. Онда алдын ала қорытындылар шығарылады. 8-ші қорытынды кезең жоғары сот кеңесінің отырысы. Онда судьялық қызметке ұсынылған үміткерлер бойынша түпкілікті шешім қабылданады. Конкурстың қорытындысын шығару міндетті онлайн трансляциясымен сүйемелденеді. Барлық іріктеу рәсімінің соңында ұсынылған кандидаттардың тізімі жарияланады. Толығырақ ақпаратты жоғары сот кеңесінің ресми сайтынан алуға болады.